Алтай халық ертегісі. Бақа мен құмырсқалар. Баяғыда бір бақа болыпты. Ол шағын өзеннің жағасында өмір сүріпті. Күндердің бір күнінде үйінен шығып, жағалауда секеңдеп, секіріп жүріп, орманға қалай кіріп кеткенін байқамай қалады. Қайтар жолында үйін таппай әбден адасады. Аласұрып, ары-бері жүгіріп жүріп, құмырсқаның илеуіне тап болады. Барлық құмырсқа оған жабылып кетеді. «Ква, ква!» деп бақа былай бастайды. «Кво, адасқанды ренжітуге бола ма? Аш жәндікті тістелеп, жәбірлеуге ұялмайсыңдар ма?» дейді. Құмырсқалар ұялып қалады. Бақаның үстінен секіріп түсіп, бастарын иіп, былай дейді. «Құрметті тәтетай, бізге қонақ болыңыз, астан ауыз тиіп, сусындатыңыз». Олардың ұсынысын құп алған бақа ең құрметті орынға жайғасады. Ішіп жеп, ән айтып, әңгіме соғады. Балды көп жегені сондай, масаңсып, тіпті не айтып, не қойғанын өзі де білмейді. Отырған жерінде ұйықтап қалады. Ертесі шаңқай түсте бірақ оянады. Құмырсқалар таң атысымен жұмысқа кетіп қалыпты. Бір ғана құмырсқа кешегі тойдан қалған ыдыс-аяқты жинастырып жүр екен. «Мына ағаштың басына шығып, айналаңа көз жүгіртіп көрші. Мүмкін менің үйімді, дөңгелек көлшікті көріп қаларсың», деп бақа жалынып сұрай бастайды. Құмырсқа ағаштың ұшар басына өрмелеп шығып, жан-жағын түгел қарап, әне, ана жақта, батысқа қарай сіздің көлшігіңіз жарқырап тұр. Қаласаңыз сізді ең қысқа жолмен шығарып салайын, дейді. «Неткен мейірімді едің», деп бақа қуанып кетеді. Жүр үйге барғанда мен сені сыйлап жіберемін. Үйіңізге барар жолды көрсетемін, бірақ дастарханыңызды күте алмаймын. Біз бір-бірімізден бөлініп жұмыс істей алмаймыз. Тіпті жеке-жеке тынығып та көрмеппіз, деп жауап береді. Жақсы, онда барлығыңда менің үйіме қонаққа жүріңдер. Тек кеш түспей үйге жетсек болғаны. Құмырсқа ағаштан секіріп түсіп, көлшікке қарай жүгіре жөнеледі. Ал бақа оның артынан арбаңдай, адымдай басып ілеседі. Бақаның соңынан ұзақ сонар көштей сол илеудегі, сондай-ақ ормандағы барлық құмырсқалар ілеседі. Бүкіл орманнан жиналған құмырсқалар бақаға қонаққа бармақшы болады. Осылайша көлшікке келеді. Бақа артына қараса, жағалау құмырсқадан көрінбейді. Қап-қара, тіпті жайқалып тұрған шөп те байқалмайды. Бақаның көзі бақырайып шыға келеді. Енді не істеймін? Оларды өзім шақырдым ғой. Ква, мен өте қуаныштымын. Мені жағалауда күте тұрыңдар. Мен дастарханның қамын ойластырайын. Осылайша суға сүңгіп кете барады. Құмырсқалар бір күн, 2 күн күтеді, бірақ бақаның қарасы көрінбейді. 7-ші күні құмырсқалардың аналығы қатты ашуланады. Бақаның дастархан жайғанын күтеміз деп, аштан өлетін болдық қой. Енді осы тойғанымызбен қайтайық, дейді. Ол қарнындағы бос байланған белбеуін қаттырақ тартып, үйіне қайтады. Қалған құмырсқалар да белбеулерін тартып, илеуіне қайта оралады. Сол кезден бастап құмырсқалар белбеулерін қатты тартып жүретін болыпты. Ал бақаның көзі сол бақырайған қалпында қалып қойыпты. Ертегі ұнаса, лайк басып, каналға тіркел.